уже BNB-ге анализ жасап қойған болатын. Күндегі кешке қарай қарап отырам. Мына жерде қазір менде мыналар акциялардікі, мынау криптоны көріп жатырмын. Бізде мен алдын мынандай разбор жасаған едім. Мына жерден өссе, немесе осыны бұзып кете алмаса, онда құлайды деген едім. 4 сағаттықта анық көрінеді. Мына жерден біз ордер блок тапқан едік. Мына жерде ликвидті алғандай болған. Мына бір жерлерде. Мына жақта дневнойда жақсы көрінеді ғой. Мына жерде жестко құлаған. Ол неге құлады? Өйткені астындағы ликвидтер жинап келуге кетті. Мына ликвидке қарай кеткен. Мына жерде ликвидті төменен алған. Мына жерде консолидация жүрген. Мына екі аралықтағы ликвидті. Осы екі аралықтағы ликвидті мына жерде төмен алып кеткен. Сосын қайтадан мына жерде тағы да ликвид басталған. Осы екі аралықтан. Осы ликвидті тағы да төменен алып кетті. Мына жерде төменен алып кетті. Енді егерде мына жерден былай қарай ол жоғары кететін болса, онда мына жердегі ликвидтерге, мына жақтағы ликвидтерге қарай кетеді. Егерде төменге қарай кететін болса, онда астында тағы да интерес зоналар бар. Мына жаққа дейін төмен кетуі мүмкін. Енді сіздерге тағы да бір фишканы айта кетейін. 4 сағаттыққа қойып алайын. Дәл осы жерде есте сақтап қалыңыздар. Мына жерде мынандай сайт бар. Басынан бастап көрсете салайын. Поискқа CoinGlass деп жазасыздар. Мына жерде мындай сайт шығады. Long short деп тұрады. Мына жерде. Осының үстін басып кіресіздер. Long short top trader дегенге кіреміз. Это коэффициент дегенге. Мына жерден біз топ трейдер Binance дегенге кірейік. Енді осы жерде, мына жерде біз мына жерде BNB-ға, биткоинға, Binance-ның өзінің криптовалютасы бар ғой, BNB. Соған разбор жасап отырмыз ғой. Енді мына жерде не үшін құлады десеңіздер, мына жерде күнімен даже көруге болады. 05 июнь 05 июньнен бастап баға құлаған. BNB тауып аламыз мына жерде. 05 июнь 4-і 05 июнь міне 2023. Осы жерден бастап баға мына жерде қызылға қарай кетті. Мына жерде 5 июнь күні уже баға қызылға қарай кетіп жатыр. Мына шорт деген сөз. Баға шортқа қарай кетіп жатыр, қызылдарға қарай. И баға мына жерде жестко құлады. Енді қазір бізде мынау жасыл свеча уже бізде 19:00 қазіргі рынктың ашылған